Алло. Ақжол чегара постынан чалып жатабыз. Бұл тез жардамбы? Біз тарапқа Қазақстаннан бір келін өтті, кішінеке баласы менен. Ахвалдар өте оор. Екеуіне тең врачтардың жардамы керек болып жатады. Тезірек жөнөтүп жібергілечи. Ешқандай документтері жоқ екен. Қырғызбыз деп жатады. Кейін терістіріп алабыз аны. Ооба, азыр жөнөтө бергиле тезірек. Біз күтіп атабыз.
Кантип? Ошо колуңдагы кичинекей кара менен 10 чакырым жерди жүрүп алсың. Ооба. Түнкүсүн жашынып, күндүзү. Абдан өжөр аял экен. Карасаңыз, караңгыда, айталаада жалгыз. Ошентип келатып, рас жакшы адамдарга жолугуп калып, алар Кыргызстанга келүүсүнө көмөк көрсөтүшүптүр. Да. Абдан кыйын келмейди. Болбосо карышкыр бөрүдөн коркпойт. Уланта бериңиз сөзүңүздү. Болгону ушул. Азыр кризистик борбордо жатат. Мен азыр ал жака барып сүйлөшкөнгө аракет кылам. Анан жанагы ушунун баарын уюштурган келин. Кое туруңуз. Диля, 2 чай бересиңби? Жүрүңүз, тигиз балга. Ал Ракия Ногоева. Биз ал аялды көптөн бери байкап жүргөнбүз. Дарел жок, карматпай жүрөт. Мына эми азыр мүмкүнчүлүк бар. Бирок аны жоопко тартыш баары кыйынчылык. Анткени жанагы запты тарткандар ага каршы чыкпай коюшу мүмкүн. Анан бизде тууган, туушкан дегенде кыргызчылык бар. Ал өзүңүз абдан жакшы түшүнөсүз. Анысы бар. Бирок мен баардыгын билгенге аракет кылам. Менин оюмча, ушул окуядан кийин алгыс көрсөтүп бергенге макул болот го дейм. Саламатсызбы? Мен эмгек миграциясы боюнча комитеттин кызматкеримин. Келиңиз, отуруңуз. Рахмат. Биздин кыз кандай? Жакшы болуп калдыбы? Кудайга шүгүр. Азыр доктурлардын жардамы менен абдан жакшы болуп калды. Рахмат. Сүйлөгөнгө жарап калдыбы? Ооба, аз-аздан өзүнө келип, азыр абдан жакшы. Баласы да жакшы. Азыр бала суктап атат, өзү жакшы. Баса келиндин каяктан экенин, аты жөнүн билдиңиздерби? Милиция аркылуу баардыгы такталды. Айткандары чын болуп чыкты. Бир нече ай мурда күйөөсү айылдаштары менен Казакстанга акча табыш үчүн кеткен экен. Азыр аны менен сүйлөшүүгө болобу? Албетте болот. Мен сизди узатып коеюн, халат кийип алыңыз. Келиңиз. Рахмат. Сол тарапта. Ушул жакта. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшы болуп калдыбы? Балаңыз кандай? Сиз ким болосуз? Мага жардам бере аласызбы? Аларга жардам бериш керек. Тезинен бошотуп алыш керек. Болбосо Мурат байкени өлтүрүп коюшат. Толкунданбаңыз. Сага азыр тынчтык керек. Толкунданба. Буюрса туугандарыңа да, өзүңө да жардам беребиз. Бирок бир нерселер түшүнүксүз болуп атат. Ошон үчүн баардыгын эч нерсени жашырбай, тактап айтып берсең, жакшы болот эле. Азыр. Бардыгын өз ирети менен айтып берем. Чынын айтсам, ушундай акыбалга туш болобуз деп эч качан ойлогон эмеспиз. Биздин айыл тоо этегинде жайгашкан. Чоң жолдон алыс. Айылда жай кышы менен иш жок. Эркектер эптеп-септеп иш табыла калса иштешип, үй бүлөсүн багышат. Бир күнү биздин айылга бир аял келиптир. Казакстанга жумушчу күч керек. Айлык акчасы аябай көп экен. Каалоочуларды жазып жүрүптүр деп калышты.
кайненем, күйөөм болуп жашачубуз. Так ошол күнү үйгө өзүмдүн апам да келип калыптыр. Жакын эле жашачубуз. Бек болсо менин күйөөм, ал жумушта болчу. Бек каякта көрүнбөйт да. Тиги көчөнүн аягында бирөөнүн кашарын салышып, бирөөнүн кирпичин куюп дегендей көр оокаттын айынан жүрүшөт да, жоктон көрө жогору деп. Бекер жүргөнчө оокат кыла берсин да. Өзүңдүн балдарыңдан кабар барбы? Россияга кеткени кыйла жыл болуп калды окшойт. 3 жылга айланды. Анда-санда кабарын билдирип коюшат. Саламатсызбы? Жакшысың. Эмне болду? Бүгүн эрте бүттүңөрбү? Жок апа. Сиз менен сүйлөшүп алайын деп шашып келдим. Биздин айылга бир аял келиптир. Казакстанга барып иштеп келгендерди жакшысызбы? Жазып жүрөт дейт. Кече ошого жазылып койдум эле. Бүгүн ошону чечип алайын деп келдим сиз менен. Ал деген ким экен? Болот экен, алыс туугандары болот экен. Аякта эмне иш кылышат экен? Азырынча айт элек. Кандай жумуш экенин билбей туруп эмнеге жазылдың? Элдин баары эле жазылып атпайбы? Эл өлсө сен да өлөсүңдүр. Деги, ой эмне шаштырасыңар, өлүп баратасыңарбы? Мен биякта адамдар менен сүйлөшүп алайын. Деги жазып койчу. Кандайсыңар? Ден соолуктар жакшыбы? Апа кандай? Жакшыбы? Ден соолуктар кандай? Жакшы? Жакшы. Келе кой, чай ич. Жок, апа, рахмат. Мен ишим чачтан көп. Намаз истеп эле чыгайынчы. Жок, рахмат, барайын мен. Сен тиги болоттун туугандары болосуңбу? Ооба, апа, мен деген болоттун кудачасы боломун. Анан дагы силерге да кудача болуп кетем да. А эмне болду документтериң, паспортуң? Паспортум бар. Отургуч бар, мына оларды директеп алайын. Отургуштап келчи, бул тез. Даярбы? Бардыгы. Даяр. Жакшы экен. Анда Сен кызым түшүндүрчү бизге, карапайым адамдарга. Казакстанда эмне жумуш кылышат биздин балдар? апа, ой кадимки эле иш. Бул жерде кандай иш болсо, ал жакта деле ошондой эле иш. Эң негизгиси айда тапканы алтын, күндө тапканы күмүш. Айлык өтө жогоруда. Дагы бир нерсени айтып коюш керек. Ал жерде эгерде жакшы иштей турган болсо, бир эле сезондо бир жаңы машина минип келсе болот. Бир сөзөнүштө эле бир машинеби? Апа, ал бир эле жагы да, бир эле жагы. А сиз өзүңүз ким болуп иштейсиз? Документтериңизди көрсөк болобу? Мынакей документ. Кайсынысын көрсөтөйүн? Момну? Ме. Оку, көр. Назик. Келинчеңби? Ооба. Тың неме көрүнөт я? Назик. Сен башында жакшы суроолорду бергениң менен аягына чыкпаптырсың да. Жанагы алдамчынын документтерин толук бойдон талап кылып текшергенде, балким мындай окуя болмок эместир. Ай, Бек, менин башыма бир ой келди. Экөөңөр барып биригиштеп, акча таап келсеңер эмне болот я? Тияктан барып терип иштеп келген акчаңарды бул жерден төбөңөр менен жер сайып болсо дагы таба албайсыңар, ай Бек ай. Жакшы да, туурабы? Туура айтып атамбы? Анан Эгерде биз барып калсак, айлык кандай төлөнөт? Ай сайынбы же жыйын терин түгөнгөндөн кийинби? Деги биздин колубузда кандайдыр бир кагазбызбы? Законго туура келгендей. Контрактпы же келишимби? Эй, кандай түшүнбөгөн адамсыңар, эй? Контракт, келишим. Барып иштей турган экөөңсүңөр, эй, койчу, менге. Эже. Ой, чында. Эгерде экөөң барып иштей турган болсоңор, ай жакшы эмеспи я? Көрөкчө силер бирөөнүн документтерин териштирбестен өзүңөрдүн документиңерге карагыла. Пропискаңарды жакшылап тактап алгыла. Ой, кой, мен чыгайынчы, кеттим мен. Эже. Хай бала. Кече өзүң келип биринчи асылбадың беле? Эркексиңби, эркек эмессиң? Кайчы? Эже, мен барам. Анда мен да барам. Жакшы. Анда документиңерди растагыла. Экинчиден акча уктуңарбы? Ал кандай акча? Апа, таможнядан акча менен өткөрөт, регистрация акча менен өткөрөт. Бардык акчада 2000 сом эң негизгиси бир адамга. А эки бара турган болсо 4000 сом, апа. Жакшы, мейли болуп турган да. Акчаны кайдан алабыз?
торпок сатабыз да. Жалгыз торпоктубу? Ай, апа, эгерде өкө барып иштей турган болсо, бир торпок эмес, 10 торпоктун акчасын иштеп таап келишпейби? Сизге жакшы, өзүңүзгө эле жакшы. Койм эле, сүйлөштүк анда эмесе. Мен кеттим. Эже, бирок Казакстан деген кенен да, кайда барарыбызды билсек болобу? Ай. Алматадан кичине өткөндөн кийин эле жашайсың. Алматы. Тамак ашың бекер болот. Анан дагы өзүң акча иштейсиң. Коем, мен кеттим. Мен чынында Ракыяга ишенбей эле тургам. Бирок анын тез эле көп акча табасыңар дегенинен ишенип алдандым. Коңшуларга короодогу буканы арзан эле бере салдык. Анан жолго камына баштадык. Документтерин караганда эле текшерген деле жокпуз. Эл жыйналган жерге барганда кишилердин көптүгүн көрүп аябай таң калдым. Жакшы бар. Тапкан акчаңды мага сал. Көрүп турасың го. Ооруп атам. Кудай буйруса, сен кызыбызды жакшы кара. Өзүң да суукка урунба. Камсанага. Мана мени жалгыз неберем. Көз сала жүргүлө. Апа балдарды жакшы караңыз, Камсанаба балам. Өзүңөргө тият болгула. Суукка урунбагыла, муздак жерге отурбагыла, макулбу? Тамагыңарды жакшы жегиле. Өзүңөрдөн аянбагыла. Кабатыр болбоңуздар. Өзүңүздөр да тынч болуңуздар. Kettik turballa. Amma kamsana baksın. Kana bolgula çuval bakla. Ay degen anay çuvalasın arda. Çuvalız tez kirgile. Bol. Bol gir. Ay to'xta. Aydan çıktık mı ya? Ооба, çıktık. Эми, келгиле гана сүйлөшүп алалы. Туугандарыңарды согуш узаткандай эле узатты го силерди чиркен. Эми, акчаңарды чогулткула. Таможня деген бар. Кара. 2000ден барыңар. Билесиңер да, таможня дегенде тозот, регистрация кылыш керек. Янын үстүнө бардыңардын тең документиңер туура эмес экен, кана? Түшүнүктүү. Бир айылдын эли бүт бойдон
кайда барарын билбей кете берген. Эже, айтыңызчы, бул Шуркияны кармай алышабы? Аны кармабаса дагы канча адамдын убалына калат? Милициянын изине түшкөн. Кармалар күнү жакындап калды. Андан көрө ал жака кантип барганыңар эсиңерде барбы? Жолду таба аласыңарбы? Жок. Бүт болбосо да бирок айрым жолдор эсимде. Бажыдан өткөндөн соң күндүз жол жүрдүк да. Казакстандын жол жок талаалары менен жүрүп отурдук. Анан түн ортосун ооп калган кезде бир жерге келип токтодук. Кайсыл жер экен эстей албайм. Караңгы болчу. Ойгоңгулай, келип калдык окшойт. Паспортуңарды даярдагыла. Бол, тургулачы, уктабагылачы. Тез. Паспорттарды эмне кыласыз? Ай, азырга тононду көрөбүз. Болгула тез. Бол. Кана, тез келип калдык кыздар. Кыймылдагыла, уктабагыла, тез. Кандайсыңар, казак туушкандарым? Жакшысыңар бия? Жагдайларың жакшы ма? Бизге берген уәдеңде турдуң ба? Турам да. Жакшы, ден салыктарың калай? Бир автобус алып келдим, иштериң кандай? Ну, эптеп istеп жүрмүз. Кичкене темеки калган эди. О, как раз мен сага жаңыларды алып келдим. Баасын өзүң билесиң да. Свежак ба? О, баары свежий. Суук түшүп кетти. Тезирээк жыйнамасак болмойт. Жыйнап ал. Антпесе ары бир кармалган күн үчүн мага процент төлөп каласың. Өткөндө алып келген адамдарды качан расчет кылып жөнөтөсүң, я? Төлөймүз. Азыр мына жаңаларга төлөйүн. Міне, сөйлескендей, санамай ақ қой. Паспорттар. Мына. Атай, мә. Тәте, мағаш. Қана. Мен келдім. О, Азамат, сомға айланып қойған тұрмайсың ба? Мына кей паспорттар. Саға ерке керек пе? Иә. Өткенде теңгені сомға айландырғанда ұтылып қалғам. Тәте, санамай ақ қойыңыз. Мені білесіз да, алдамаймын ғой. Ай, қырғыздар, болғыла түшкілі, келдіңер. Атай, қалың қалай? Ойбай, неле, бакшыр бөкесін, қойсайшы. Ой, қалайсам, тевесін ба не? Деги қандай жерге келіп қалдық? Ой, бұлар бізді жөнлері айдалағап келіп таштады ғой дейді. Атамекелері қаяғында? Білмейді кімнің? Емнегедір жүрегім оп қолышып жатады. Ушының қантып болсын ия? 2000 алды. Ей, жоғай менің қолым. Ойбай, міне, тати, міне. Қалжыңдап. Міне. Бізге құл қатары орой мамиле жасашты. Адам қатары есептешіп те қойған жоқ. Күйөөм экөөбүздү дагы 3 кишини машинаға тықты. Ниваға. Кайназарова, Мусаев, Мен. Тургунбаев, Мен. Бал Муздаков. Мен. Жигиттер енді жұмысты бастаймыз. Ойбай, дем алдың ба қырғыз бауырым? Жүрсі іші бұлай. Ойбай, қарындас. Ойбай, сен әдемкіз ойбай. Яны ет жедің ба бауырым? Жұмысты баса. Болса шит, тезден маса шит. Еме түрдес? Қандай ақыңыз бар түткенге? Ойбай, саған немене мұнда бір нәрсін намай тұр ма? Атай, тиме. Жарай, кейін сөйлесеміз әккен.
Жолжақшылар ал. Сайып Назаров. Якаңарсыңар бе? Молодцы. Кеттік. Өтіңдер. Басыңдаршы. Қазір келем. Кетпеңіздер, жарай ма? Эмне түртөсүз? Қарындас, кешіріп қой. Кеттік. Болыңдар, тез, азаматтар. Қане қырғыз бауырларым, есік ашып кірсеңіздер. Тездеңдерші, айналайын жаным сол қарындас. Өтіңдер ар жағына. Өтіңіздер. Өтсеші. Кішема жиналып отырыңдаршы. Өтіңіздер, сиясындарға. Өтсеш, тезден, бауырым-ау. Неміне болды? Өтсеш. Ой, бол, күрсеші, неміне? Күрсеші, тарда аяғыңды, якең ауыз. Алсайшы аяғың. Болды. Түніменен жол жүрдік. Bir малда bir жерге алып келіп түшірді. Көрсе бұл тамеки талас екен. Өзіміздің екінші сорттық адамдар екенімізді ошондо түшүндүк. Атай, мұнаға не болған? Кеше біздің балалар ұстап келіпті. Әбілбайдың қорасына кіріп жасынып алыпты. Әбілбай өзі айтпағанда, наны біз таппайтын едік. Мұна далада қайда қашпақ еді? Шеш қолын. Отсы, яды. Қандайсыңдар? Жағдайларың жақсы ма? Дұрыс. Мыналар тұрғызбайсың ба? Бол! Тез, курортқа келді ма? Жігіттер келді енді бауырлар. Ояныңдар. Бай, шығыңдар енді. Подъем! Тұрыңдар! Болыңдар! Тыныштылық бай. Болсақшы. Неме балды? Түспейсің ба? Тез. Өшке қаkke. Өтіңіздер мен арқама. Жүріңдер, жүрші. Айналайын. Оянсайшы, неме болды? Қарындас, өтші, айналайын. Өтіңіздер бұлай. Қайқа келіп қалдық? Емнелі жұлқылдап тұтчатты. Бұл жер қай жер? Қазақтың даласы, бауырлар, өтіңіздер енді. Өтіңіздер бұлай. Келіңіздер, қырғыз суауысқандар. Жәке, наны қара, квартиран кілтін таба алмайшы. Өтіңіздер, бауырлар, өтіңіздер енді. Қалталарыңа теңге көп болсын, қап ақша болсын. Қымбат бұйымдарыңды абайлаңдар! Жак өзені бұзық қаймаңдар. Алтын даланың қаһармандарына құрмет және сый. Сыйлаймыз сендерді. Жаке қарашы анау қарындасты. Жақсы кен ғой? Өмір сүреміз ғой. Жастық сөзі көп қойланбаңдар.
жарайчы үйде қайта келген. Жұмыс қалды. Ойбай жаным ау. Келіңдер. Ойбай. Иә. Атай, жағдайларың қалай? Дұрыс, жақсы болып жатыр. Темекі не болды? Кеше күні ана пунктқа 5 КАМАЗ темекі жібердім. 5 КАМАЗ? 1 КАМАЗда қанша тонна бар? 20 тоннадан жалпы суммасы 100 тонна болады ғой. Дұрыс. Иә. Эже, туалеті қайда екен? Қалаған жерің отыра бер айланайын. Қап. Бекер келдіңер да. Тозоқтың өзіне келдіңер. Эми кетінің қамын ойлағыла. Қачып болса да. Бірінші сорт па? Жоғарғы сорт, жәке. Жоғарғы ғой. Жақсы. Әй, сендер ана, тамақтарды түсіріп келіңдерші. Атай, мына айуандарды қаяқтан тапқансың? Ай, жәке. Ой, мына теңгелерін төлеп берсек, айтқан жұмысын бәрін атқарады. Сен неге қорқасың? Әне? Сансызбайдың плантациясында қырғыздарды құл қылып жұмыс етіп отыр ғой. Закон бар ғой. Ой, қайдағы закон? Ой, қырғыздарда закон деген жоқ қой. Ой, бұларды қойша сойып тастап, айдала көміп тастасаң ешкім білмейді ғой. Байке, біз қай жерге келіп қалдық? Тетек ішіне не байлап қойған? Ал бізден жігіт, аты Мұрат. Біз аны артист деп қоябыз. Ошол артист қачқандан тажабады. Қаролшылар қуғандан тажабады. Тетек іші кім? Ал тамек талаанын кожоюну ээси. Аты Жантур. Açkı. Kaşık mı açkım var? Açkı. Біреуін açkısını sındırasın. Kişilere karma vermek mi? Keng dala! Betbak dala! Jaziral! Özün edip, engsep gelem, sendep gelem sağınıp, söndep gelem sarjaylauğa. Hey, Kazaklar! Bauırlar! Aken ağızda saksa oldu! Murat, boldu. Koy deme Murat. Boldu Murat. Hey Kazaklar! Tuğuskanlar! Şişen ağzın. Os Kazaktın keng dalasına kenge tavuşun gelindер ғой. Hey Kırgızlar! Tüzülmesingдер mi? Ойбай ау. Тез болыңдаршы! Кең. Tüzülіңдер! Ой, неміне мені қарайсың? Дем алуға келіңдер ме сендер? Сендер не? Курортқа келіңдер ме? Киімілерің әне, ауыстырмайсыңдар ма? Рабочий киімдерің әне. Эмне айқырасың? Қандай ақыңыз бар? Ойбай. Мына ашкерік менің мазамды алатын болды ғой. Кең сенің қазір. Атай, бері кел. Қазір келем саға. Танышып алалы. Менің атым Сыдық. Ушул жердегилердин эң байыркысы мен болсом керек. Байке, біз ушул жерде жашайбызбы? Мындан башка жашай турган жер жок. Бизге жатакана болот деп эле? Бизди чакырганда да көптөгөн убадаларды берген. Жатакана беребиз деген, тамак аш болот деген, айлык болот деген.
Айтмакчы, кийим кечеңерди которуп алдыңарбы? ооба. Анда батыраак тамеки үзүмгө чыккыла.